Қазір мен тікелей эфирде шықтым. Мынандай себеппен алдында мен сіздерге бірнеше жыл бойын көрсетіп келе жатқан қала көлігінде қазақша қызмет жоқ деп. 16 жылы мен түкішіде жинап алғам барлығын. Түкішінің бастығымен сендер екі сөзді үйретіңдер, жол ақысын төлеңіздер, сол сөзді үйретіңіздер, тым болмаса кондукторларға деп. Сосын күнде қайталанатын маршруткалардың нелеріне, жүргізушілеріне әр аялдаманы адам дұрысты осы мемлекеттің тілінде хабарлап отырғандай. Бірақ та істеген жоқ. Енді масқарасы былай болып жатыр. Қазір автобустарда қойды анандай төлейтін нені жабдықты, электрондық жабдықты. Ол барлығы тек қана Ресей Федерациясының тілінде. Сол мен де карточканы алдым. Өйткені карточкасыз 65 теңге, мен зейнеткер ретінде, карточкамен 40 теңге. Енді сол карточканы ақшам болғанда ішінде мен кондукторларға беремін. Кондукторлар өздері өткізеді неден, өздерінің кассалық аппараттары бар, содан өткізіп береді. Бірақ та мен орысша болғаннан кейін принципиалдық түрде сол карточкамен, сол неге электрондық табылуға мен жақындамаймын. Енді сол туралы мен бір айдай бұрын ба қалалық тілдер басқармасы бастығы кімге, Медет деген балама хабар бергем. Ағылшыда жазбашада WhatsApp арқылы ол маған хатын жіберді. Хаты көрініп тұр, қайданда екі тілде деп жазылып тұр. Ешқандай екі тілде емес. Бүгінге шейін соңғы рет кеше келдім трамвай мен ол тек қана Ресей Федерациясының мемлекеттік тілінде болды. Сосын енді менің біреу кондукторларға беріп тұратын ақшам бітті ғой. Соны қайтадан толтыру керек. Толтырғанда олар айтқан бір Каспи арқылы толтыруға болады. Бірдеңе, әйтеуір бір сандарды нету үшін деп. Қандай сандарды мен сонда уақытым болмады. Жақсы дедім мен сіздерге. Айтады, сіз бізге звондаңыз, мінекей телефон тұр, біз сізге айтып береміз. Жақсы, мен солай кеттім. Енді сол менің немде карточкамда тұр кол орталықтары. Сол кол орталықтарына звондайым. Тек қана Ресей Федерациясының тілінде. Автоответчик тек қана Ресей Федерациясының тілінде. Енді осы жолы, жолы Қуат Ахмет қойған видеоны, қайда мені ол сот әлі болған жоқ, созып жатыр, скляр айди созып жатыр ма, қазақ тілін болдырмау үшін. Мені лақтыра жазды ғой. Мені лақтыра жаздады. Мен тек ана поручень дейді ғой, соған ұстап қалып, аман есен тірі қалдым. Енді сол сот әлі болған жоқ. Енді қазір мен бүгін айттым, мен қазір бірінші автобусқа отырам ба, неге маршруткаға отырам ба. Мен принципиалдық түрде 65 теңгені төлемеймін. Өйткені маған дискриминация тілдік жағынан да болып жатыр, қаржылық жағдайынан да маған дискриминация болып жатыр. Не үшін мен мына толтыра алмағандықтан, толтыра алмай отырмын. Өйткені автоответчик орысша бағаласа мен орысшаға. Мен төлеуім керек 65 теңге. Не үшін мен Қазақстан Республикасында қазақ тілі мемлекеттік тілі бола тұра, не үшін мен осылай жазалануым керек? Не үшін орыс тілділер төлеу керек 40 теңге, а мен 65 теңге? Сондықтан мінекей, қазір мүмкін тағы да мен енді әр автобусқа, маршруткаға отырған сайын ақша төлемеймін. Әр отырған сайын мен осылай тікелей эфирға шығып тұрам. Не адам дұрысты тілге істесін, электрондық табылуны, автоответчигін адам дұрысты тілде істесін, операторлықтан адам дұрысты осы мемлекеттің тілінде жауап берсін. Вот сонда мен басқа орыс тілді тұтынушылар сияқты сол алам мен нені. Не үшін мен 31-ші, неге Щукин 31-ге баруым керек өз аяғыммен. Қазақ тілді болған үшін мен баруым керек па? Мен бармын, қалай басқа орыс тілдер осы қызметті тұтынады, қалай олар мына ақшасын жібереді электрондық түрде. Мен де солай төлеп, 40 теңгеден төлеп жүруге менің толық құқым бар. Сондықтан мінекей осы Байханов соны істеп отыр, әдейі қала әкімі болды көп жылдар. Енді Арслан деген түкіші басшысы ол бүгін өзінің тағына отырды.
былтыр қитұрқы немен біз қосымша мінеки келісім шарт жасадық деп 13-ші жылғы келісім шарттар олардың тек қана орыс тілінде, соны прокуратура оларды түзетті, міндетті қазақ тілінде де болу керек деп. Бірақ та сонда қосымша келісім шартқа мен олардың бір бабы бар. Егер там график бойынша жүрмесе, бірдеңе нетпесе, пассажирларды жөн түзу әкелмесе, онда сол компаниямен, бізде бірнеше компания, 5-6 компания ғой деймін, көлік тасымалдау қала көлігін тендермен ұтып алған. Әйтеуір соларға мына келісім шартқа бұғат қойыладығы келесі компания келісім шарт әйтеуір бұзылады, сосын келесі компания мен жұмыс істейді деген. Бірақ та олар сол бапқа қыстырған жоқ. Олар алдыдағы жай салонда қазақша қызмет болу керек деп жай қоя салды. А жауапкершілік сол баппен болған жоқ. Соны мінеки әдей осы Арслан жасады. Әйтеуір ұзын сөздің қысқасы қазақ тілін әрі қарай болдырмауда. Сол үшін мен отырам ғой ылғи. Қысқақов кетсін, Байқанов кетсін. Енді Байқанов кетсін, тағы да айтып отырмын. Мына бір түкішінің басшысы Арслан деген фамилиясы есімде жоқ. Мына қаланың әкімі болып бұрын бүгін отырды ғой, жоғары көтеріліп. Кетсін. Сөздің қысқасы бізде өседі, тек қана қазақ тіліне ұлттық мүддеге түкіргендер. Менің ойымша олар соншама қас емес шығар өздерінің ұлтының тіліне, мемлекеттің тіліне. Менің ойымша тендер отыра бере, мен әке отырып қазақша істемегенше мен осылай тегін жүре беремін. Осы тікелей эфирді таратыңыздар, бүкіл үкіметке, парламентқа, Тоқаевқа шалынатын шығар. Әйтеуір ұзын сөздің қысқасы осылай, мен қазір тікелей эфирімді доғарам. Мінеки осындай масқарашылық бізде Кереку қаласында, Кереку өңірінде. Тағы да қайталаймын, бізде Байқанов өңір әкімі осы көлік қызметіне жауап беретін тікелей Арслан деген жігіт. Бүгін түкішінің бастығы болған, енді қазір бүгін қала әкімінің орынбасарына дейін көтерілді.